Енді біз қасиетті Құранға қарасақ, пайғамбарлардың өнегесіне қарайтын болсақ, депрессияға түспеген, жаны құлазымаған жер бетінде адам жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың өзі пайғамбарлық келерден алдын жаны құлазып, жүйкесі тозып, қаланың сыртына шығып кететін болған. Сөйтіп қаланың сыртындағы бір тауға барып, жаңағы сол жердегі Нұр тауына барып, сәуір үңгірінде отырып, ойланып, көңілі құлазып, жаны жабығып отыратын болған. Бірақ Алла тағала оны пайғамбарлыққа дайындап жатқандықтан, ол құлазу, ол жабығу түбі ол кісіге пайда алып келді. Алла тағала Иса секілді пайғамбарды дүниеге алып келген, Мариям анамыз үйінен шығып, жекеленіп, аяғы ауыр болып, дүниеге перзент әкелем деп қиналып жатқанда да Алла тағала оған не деп тіл қатты дейді Құранда Алла тағала? Айша, қобалжыма, уайымдама деп тіл қатты дейді да. Сөйтсек, бұл әулие болсын, пайғамбар болсын, жай адам болсын, жалпы қобалжу, жабығу, қиналу, ол бір табиғи болатын нәрсе екен. Енді Алла тағала сенің күнәңнің себебінен қиналып тұрсың, немесе бір нәрсені бүлдірген соң жабығып жаттырсың деп айыптап жатқан жоқ пайғамбарларды. Пайғамбарлардың өзі жабыққаннан, торыққаннан, Құдайға жақын болған тақуа әулиелердің өзі бір депрессия кезеңдері басынан өтеді екен. Жүсіп пайғамбардың әкесі баласы жоғалып кетіп, ұзақ уақыт баласын көрісе алмай, ең жақсы көрген баласы еді, ең сүйікті баласы еді Жүсіп пайғамбар. Сол баласын қатты уайымдағаннан екі көзі көрмей қалады. Депрессияға түскен сондай екі көзі көрмей қалған. Сол екі көзі көрмей қалған пайғамбардың әкесінің өзін Алла тағала Құранда айыптамайды. Керісінше Алла тағала оны баласыменен кейін қауыштырады. Яғни кейде адам баласының бір перзентіне уайымдап кетуі, төңірегіндегі жақындарына, анасына, бауырларына уайымдауы дұрыс. Бірақ сол уайым егер шекарасынан шығып кетпесе, егер сол уайым менен қобалжу, жабығу дер кезінде емделіп кетсе, оның ешқандай зарары жоқ. Өкінішке орай біздің қазіргі адамдардың көбінде дертке, рухани депрессиясының дендеп, оны құлазуға, құлдырауға, тіптен өзіне өзі қол жұмсауға дейін алып баруы, ол уақытында емделмегендіктен, немесе сырын бөлісіп, арқасынан қағатын адам болмағандықтан, немесе сол өзін өзі қолға алып, ары қарай жаңағы әрекетін жасап кетпегендіктен болады екен. Енді біз кейде адамдарға түсінікті болу үшін хайуандардың бойындағы мысалдарды көп жаңағы ғибрат ретінде айтамыз. Бір кісінің есегі керексіз жағдайға душар болып қалады. Сонымен бұл есегімді құтылайын, оны көміп тастайын деп, жаңағы есегін терең құдыққа тастап, әрі құдықта керек емес, әрі есегімде керек емес деп, жаңағы құдықтың ішіне есекке топырақ тастай бастайды. Сол кезде жаңағы есек қараса топырақ тастап жатыр, сол топырақпенен топырақты үстіне төкпестен топырақты тұяғының астына жинай берген екен. Сөйтіп олар көмем дегенше бұл жиналған топырақтың үстіне шығып секіріп кеткен екен. Яғни мына депрессия, психологиялық әртүрлі проблема деген нәрсе ол біздің үстімізге төгіліп жатқан топырақ сияқты. Ал депрессияға түсіп қалған адам құдықтың ішінде жатқан бір мақұлық сияқты. Үстіне неше түрлі сөздер, уайымдар жан-жағына түсіп жатыр. Егер біз соныменен күреспесек, онда сол уайым қайғының астында қаламыз. Ал егер оны керісінше жақсы жағына қарай дұрыс пайдаланып кете алсақ, онда біз сол проблеманың үстіне шығып, тығырықтан тұтастай шығып кете аламыз. Оған қандай мысал келтіруге болады? Мәселен, бір досым бар еді, қызметтен біреулердің жаласы арқылы түсіп қалды. Сөйтіп жүргенде достары сәлем бермей кетті, материалдық жағынан қиналды, қасындағы адамдардың барлығы оған жаңағы сәлем бермейтін жағдайға келді. Кейін әңгімелесе келе ол айтады: мен депрессияда қарасам, мен өзімді өзім жойып жатырмын, маған ешкімнің жаны ашитын түрі жоқ, сондықтан мен өз-өзімді қолға алып, Құдайға шүкір, қазір ағылшын тілін үйреніп жатырмын, компьютер үйреніп жатырмын деді. Сосын біраз уақыттан кейін қарасам, денсаулығымды күтіп, спортпен шұғылданып жатырмын деді. Біраз уақыттар өтті, бағанағы өзіне дұшпандық қылған адамдардың өзінің басына әртүрлі жағдайлар келді. Бірнеше жыл өтіп, бұл компьютердің бірнеше программаларын игеріп, жаңағы ағылшын тілін өте жоғарғы деңгейге дейін игерген кезде, бұл сол қызметінен де жоғары қызметке қажет болып, бұл қайтадан шақырылып, былайша айтқанда бірнеше жылдан кейін сол бір кезде өзіне дұшпандық қылған адамдардың үстінен қарайтын қызметке барды. Қызмет, мансап ол адамға бір мақсат, арман емес.
Бірақ менің айтайын дегенім, кейде адамдар қызметтен түсіп қалғанда, керісінше сол қызметтен түсіп қалғанын өзіне бір жақсылыққа пайдаланып кетудің орнына сол проблеманың астына түсіп қалып, шыға алмай күйреп, ең соңында өмірден өтіп кетіп жатады. Ал жаңағы досым не істеді? Керісінше ол қызметте жүрсе, еш уақытта ағылшын тілін үйрене алмайтын. Сол қызметте жүрген кезінде компьютердің көптеген бағдарламаларын игеруге мүмкіншілігі де болмайтын. Бірақ ол қызметтен түскенін өзіне бір уайым, қайғы, мұң ретінде емес, болашақтағы нәтижелі жұмысының іргетасы ретінде пайдаланып кетті.